Бауыр адам ағзасындағы қанды сүзгіден өткізіп, барлық улы заттарды және адам ағзасындағы жүретін биохимиялық процестердің әсерінен пайда болатын зиянды заттарды залалсыздандырып, қанның тазалығын қамтамасыз етіп отырады. Дені сау адамда бауыр өзін-өзі тазалауға күші жетеді, бірақ адам ағзасына түсетін токсиндердің мөлшері тым көп болғандықтан бауыр өз қызметін атқарып үлгермейді. Осылай бауырдың зақымдануы басталады. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Достар, осы айдың соңына дейін 90 мың оқырманға жетуге ат салысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздердің оп-оңай, болмашы ғана әрекеттеріңіз біздерді шабыттандырады. Бұны медицинада токсикалық гепатоз дейді. Адам ағзасына аса зиянды улы заттар қайдан кіретініне тоқтала кететін болсақ, ең бірінші орында арақ, темекі тұрады. Бұдан кейін экологиялық факторлар, мысалы машинаның түтіні, бензин, керосиннің буы, түрлі ауыр металдардың буы, сынап, кадмий сияқты улы зиянды заттардың тыныс ауа мен өкпе арқылы қанға өтуі, азық-түлік арқылы түрлі консерванттар қораптарында И деген әріппен белгіленген тамақ бояулары, қойылғыш заттар, жеміс көкөністер арқылы нитраттар мен нитреттер, пестицидтер, тағы да басқа айта берсе, осылардың бәрі бауырға орасан зиян келтіріп, бауыр қанды тазартып та, өзін тазартып та үлгермейді. Осылай дұрыс тазармаған қан бүкіл организмді аралап, барлық органдарды улай бастайды. Бауырда нерв талшықтары жоқ, сондықтан адам бауырының ауырғанын білмейді, өте кеш болып кетеді. Әбден асқынып шегінге жеткенде ғана бауыр ауырады және көп жағдайда емдеуге өте кеш болып жатады. Сондықтан бауырды ауыртпауды ерте бастан ойлап, шаралар қолданған жөн. Ол үшін арақ, темекіден аулақ болу, дұрыс консерванты жоқ тағамдармен тамақтану, қуырылған, тұздалып ысталған тамақтарды мейлінше аз жеу, тоңмайды мүлдем пайдаланбау, жалпы рационға қарақұмық, сұлы ботқаларын кіргізу, салаттарды зығыр, күнжіт, зәйтүн майлары мен шылап пайдаланған бауырдың ластануын болғызбайды. Бауырды тазалайтын белсенді қоспаларды, өсімдік шайларын кез келген дәріханадан алуға болады. Бауырды тазартудың тағы бір оңай әдісі дюбаж жасау. Бірақ бұны тек өт жолдарында тас жоқ болса ғана жасауға болады. Солы жармасын қара суға қайнатып, тұзсыз, сүтсіз, қантсыз ашқарынға жегенде бауырды тазартады. Бірақ күнделікті 3 майдың көлемінде пайдалану керек. Егер дәрігер қажет деп айтса, онда карсил, исасил, форте деген емдік қасиеті бар дәрілерді алып ішуге болады. Бауыр ластанудың алғашқы белгілері бет терісінің бұзылуы, денеге қышымалар шығу, терінің ешнәрсе шықпаса да қышуы, тәбеттің болмауы, жүрек айну, өттің қоюлануы, ас қорыту процестерінің бұзылуы сияқты белгілері болады. Статистикаға қарайтын болсақ, бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан өтеді. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысынан өтеді. Күн сайын 600 мг өт бөліп шығарылады. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда бауыр жасушалары тікелей немесе қабыну арқылы зақымдануы мүмкін. Жасушалардың қабынып зақымдалуы салдарынан ағзадағы фиброз аталатын дәнекер тін белсенді түрде көбейеді. Дәнекер тін бауырдың сау жасушаларын алмастырып, оның қызметін атқару қабілетін төмендете түседі. Бұл жағдай асқынып кетсе, цирроз пайда болады. Дәл осы себепті бауырдың қабынуын тоқтатып, фиброздың дамуына жеткізбеу өте маңызды. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Оң жақ қабырға астының ауруы. Бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша теріде сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады. Денеңіз қышиды, адам ісінеді. Дененің жоғарғы бөлігінде қан тамырлары жұлдызшалары пайда болады. Қансырау, шаршаңқылық, енжарлық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп, жазудың өзгеруі. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Алайда көбі ем-домсыз сауығып, бауырды өздігінен
қалай тазалауға болатынын білгісі келеді. Бауырды тазалауға арналған халық емі. Лимон. Бауырды тазалауға арналған кеңестерде зәйтүн майымен қатар жиі айтылады. Алайда лимон шырынының бауырға әсерінің дәлелі жеткілікті емес. Егеуқұйрықтарға жүргізілген тәжірибеде лимон сығындысының бауырдың улы заттардан зақымдалуы оң әсері анықталған. Бұл лимонның құрамында антиоксиданттардың әрекетімен түсіндірілген. Олардың арасында липидтердің асқын тотығуы және бос радикалдардың әрекеті төмендейді. Өсімдік майлары, зәйтүн майсына және тағы да басқа. Өсімдік майларының құрамында пайдалы май қышқылдары мен фосфолипидтер бар. Олардың артықшылығы да осы. Өттің бөлінуін ынталандыру үшін аздаған май жеткілікті. Бір уақытта 100 мг немесе одан да көп май ішу туралы кеңестер бар. Алайда оның маңызы жоқ және организмге зиянын тигізуі әбден мүмкін. Себебі организм майды аз қорыту үшін мұншама көп мөлшерде өт бөліп шығарылмайды. Нәтижесінде организмге артық май түсіп іш өтеді. Көкөніс шырындары. Мысалы шомыр немесе шиік қызылшаның шырынын кейде өт айдайтын құралдар қатарына жатқызады. Бұл заттардың әсері аш ішектің шырышты қабатының тітіркенуіне негізделген. Алайда әсері майлардың әсеріне қарағанда өте төмен. Бұл әдісті гастрит, асқазан және ішек жарасы кезінде қолданбаған жөн. Өт айдау немесе 12-лі ішекті зондпен тексеру. Үй жағдайында өттің жүруін ынталандыру үшін жылу мен өт айдайтын заттардың қосындысын пайдаланады. Процедураны таңертең тамақтанғанға дейін жасайды. Қалаған өт айдайтын құралды жылытылған минералды су, итмұрын тұнбасы және тағы да басқа ішеді. Мұнан кейін оң жақ қырымен жатып, тізені бүгіп, аздап ішке жақындау керек. Оң жақ қабырғаның астына сүлгімен орылған ыстық жылытқышты қою қажет. Температураның әсері өт шығару жолдарындағы түйілуді басуға көмектеседі. Процедура 40 минуттан 2 сағатқа дейін жалғасады. Аталған процедураны асқынған аурулар және өт тас ауруы кезінде жасауға болмайды. Бауырды қалпына келтіруге арналған өсімдік негізінде препараттар мен шөптер. Шұбар алатекен ұрығының сығындысы. Құрамында бірнеше белсенді зат бар. Олардың негізгі силибин. Бауыр жасушаларын улы заттар енуден сақтайды. Ақуыздың түзілуін ынталандыра түседі. Кәдімгі бөрік қарақат, берберин бисульфаты өт түзілуін, өттің шығарылуын күшейтеді. Бірыңғай салалы бұлшықеттерді босаңсытады. Құмдық салаубас өттің асқазан сөлінің және асқазақ асты безі шығаратын сөлдің бөлінуін арттырады. Оған қоса бактериялармен күреседі. Жүгерінің аналық аузы өт айдайтын және несеп айтатын әсерге ие. Құрамындағы К дәруменің әсері қанның ұюын жақсартады. Итмұрын өттің түзілуін арттырады. Өт жолдарының тонусын төмендете түседі. Бөріккүл өт айдайтын, несеп айтатын және гиперпатикалық әсері бар. Кәдімгі түймешетен өттің секрециясын арттырып, жабысқақтығын төмендетеді. Лембияға қарсы әсер береді. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.